Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер. Бүгін біз сіздермен сүзбе қосылып жасалатын раушан гүлдері деп аталатын печенье пісіретін боламыз. Ыдысқа қант және бөлме температурасындағы сары май мен жұмыртқаны салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Сәлден кейін сүзбені салып, біркелкі масса болғанға дейін жақсылап араластырамыз. Миксерді тоқтатып, разрыхлительмен ұнды салып, лопатканың көмегімен немесе қолмен араластырамыз. Пленкаға орап, тоңазытқышта 30 минутқа салып қоямыз. 30 минут уақыт өткеннен кейін қамырды екіге бөліп, жартысын аздап ұн сеуіп отырып, қалыңдығы 3 мм-дей қылып жаямыз. Стаканның көмегімен немесе осындай домалақ кескішпен кесіп шығамыз. Кесілген қамырды видеода көрсетілгендей бірінің үстіне бірін қойып ораймыз. Және ортасынан пышақпен кесеміз. Печеньені пергаментті қағаз төселген противенге тізіп, алдын ала 180 градуста қыздырылған пеште қызарғанша 20 минуттай пісіреміз. Міне, печеньеміз де дайын, өте әдемі болып шықты, дәмі де керемет. Сіздерге ұнайды деген үміттемін. Келесі видеоларда көріскенше. Видеоны көргендеріңізге рахмет.